жеке құрам. Жел. Тіктір. Назар ортаға. Полковник мырза, Нұр-Сұлтан қаласы. Полиция департаменті, жергілікті полиция басқармасының жеке құрамы сапта тұр. Баяндап тұрған полиция подполковник Тияқбай. Сәлемет офицер мырзалар. Еркінді. Нұр-Сұлтан қаласының аумағында 17 мамырдан 16 маусым аралығында қауіпсіз жол жедел профилактикалық шарасы жүргізілді. Жедел профилактикалық шарасы кезінде жол жүру ережесін бұзған тұлғалар немесе айыппұлдарға қатысты, немесе тұлғалар алимент төлемеген жағдайда осы іс-шара аясында тұлғалар ұсталып, қатаң жауапкершілікке тартылады. Жел, тіктір. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша жол және қоғамдық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету барысында азаматтармен қарым-қатынаста мәдениет танытып және заңдылықты сақтауды бұйырамын. Жеке құрам, оңға бекеттерге тарал. Қайырлы таң қадірлі көрермен, дәл қазір таңғы сағат 6:30, өздеріңіз көргендей жарты сағатқа жуық уақыт бағыттама, яғни түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Кімнің қайда баратындығы, қандай жұмыс атқаратындығы туралы толыққанды айтылды. Біз бүгін жылына тұрақты түрде өткізіліп тұратын ауқымды рейдтік шаралардың барысы туралы сіздерге көрсететін боламыз. Сондықтан да экраннан алыстамаңыздар дейміз. Біздің жұмыс уақытымыз қандай да бір кестеге бағынбайды. Бізге кез келген уақытта қоңырау келіп түседі. Ол түнгі сағат 12 ма 1 ма біз оған қарамаймыз. Кез келген уақытта жұмысқа шығуға дайын тұрамыз. Біздің жұмысымыз қоғамдық тәртіпті сақтау болғаннан кейін жұмыс барысында түрлі жағдайлар кезігіп жатады бізге. Біздің жұмысымызға кейбір кісілер түсіністікпен қарайды. Кейбір кісілер біздің жұмысымызды дұрыс қабылдамауы да мүмкін. Бірақ бұл күнделікті кездесетін жайып болғаннан кейін біз үйреніп кеттік бұл жұмыс. Рейдке шыққан жарты сағаттың ішінде түрлі қызықтарды көріп жатырмыз. Мысалы, менің артымда тұрған мына жігіт өзінің жол ережесін бұзғандығын мойындамай тұр. Нақты дәлел әкеліңдер дейді. Сондықтан да жол патрульдік полиция қызметкерлері сергек камераларындағы бейне бақылауды қазір жігітке көрсетуде. Және тағы бір қызықты жағдай, жол ортасында келе жатқанда қауіпсіздік ременін тақпаған азаматқа ескерту жасағанның өзінде әрең тақты, қиналып тақты. Қадірлі көрермен, қауіпсіздік тек қана өзіміз үшін екендігін ешқашан ұмытпайық дегім келеді. Қарайды. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Аға лейтенант Ураров, неге жол кешедіңіз? Автобус кетіп бара жатыр. Аға, сізде мында қарыздарыңыз бар екен ғой. 25.250 теңге дейді. Аха. Сол штрафыңызды неліктен төлемейсіз аға? Кішкене не болып жатыр. Нұр-Сұлтан қаласының жеке сот орындаушы өңірлік палатасының жеке сот орындаушыларымен бірге жол патрульдік полиция қызметкерлерімен сәйкес борышкер атты алдын алу іс-шарасы жүргізіліп жатыр. Іс-шараның барысында алимент төлемеген азаматтар және жол ережесін бұзған азаматтардың құжаттарын тексеріп, хаттама сот орындаушыға шақыру повесткаларын беріп, және де көлік тұрағына автокөлігін кіргізу жұмыстар жүргізіліп жатады. 862 право прибытия остановить. 925 право прибытия остановить. Жаныма отырғызамыз, ол кісіні, өйткені ол кісінің жеке куәлі нәрселері болады, мына машинаның ішінде. Сол, что бізге камераға түсіріп, басқа нәрселерімізді алып қойды деп айтпау үшін. Мына жерге шығып жатсыз ба, шығып кетейік. Қазір адам практикаға барамыз, хаттаманы сол жерге толтырамыз. Мына жаңағы кісіні қыз баланы әкелдік, біз жаңағы алдын ала бұл кісі 7 жылға лишенияға кеткен ғой, бұл кісі. Сол себептен бұл кісінің мәшинесін айыптұраққа қойдық қазір біз. Сол себептен қазір бұл кісімен бірге барып, қазір административный неге барамыз да, хаттама толтырамыз бұл кісіге қазір. Содан кейін хаттамадан кейін, одан кейін дальше қарастырылады қазір бұл кісінің несі.
Жыл басынан бері Нұр-Сұлтан қаласында 48 мыңнан астам жол ережесін бұзу фактісі анықталса, мас күйінде көлік басқарған 500 жүргізуші ұсталыпты. Апаттық жағдайды тудырған үшін 545-тен астам әкімшілік хаттама толтырылып, 5579 жаяу жүргіншіге айыппұл салынған. Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының шешімі бойынша 570 жүргізуші көлік құралын басқару құқығынан айырылса, 455 адам қамаққа алу түріндегі әкімшілік жауапқа тартылыпты. Қадірлі көрермен, жыл басталғалы 5-6 айдың ішіндегі цифрды көріп жаға ұстауға болады. Расыменде көлік тізгінде жүрген азаматтар көптің қауіпсіздігі үшін жеке басының қамы емес, басқа да адамдардың жауапкершілігін сезінсе, білсе екен деген оймен осы жерден біз бүгінгі материалды аяқтағымыз келеді. Жол амандығын берсін, аман болайық.